Саламатсыздар ма балалар? Бірінші есебімізде 107-ші есеп 0-мен салыстырыңдар дейді. Яғни минус 0,001, яғни 0,1-дің 6 дәрежесі. Және де мұнда 0. Яғни қандай бір санның, минус санның дәрежесіне қараймыз. Дәрежесі жұп болатын болса, онда үлкен екенін білдіреді. Екінші есебімізде минус 25-тен 1-дің минус 3 дәрежесі. Бұл жерде бәрібірде алдындағы минусқа қараймыз. Егерде минус болатын болса, дәреже және де тақ болатын болса, онда бәрібірде 0-ден кіші болады, минус шығады яғни. Үшінші есебімізде минус 5-дің 4 дәрежесі және 0. Яғни минус 5-дің 4 дәрежесі міне жерде минус-минусқа көбейтілген кезде плюс болады. Яғни 5-дің 4 дәрежесі болып кетеді. Үлкен болады, 0-ден үлкен болады. Минустан ба шықпайды яғни. Төртінші есебімізде минус 2-ның минус 3 дәрежесі. Ол минус шығады, демек 0 одан үлкен болады.